Сәлеметсіздер ме киносүйер қауым? Бүгінгі обзорымызда «Бойся своих желаний» қазақшасы «Тілектеріңнен қорқ» фильмі. Киноны көру барысында тағы не болады екен деп отырасыздар. Өйткені бұл фильмнің режиссері бұған дейін ең танымал ужастардың бірі «Проклятие Аннабельді» түсірген. Алғашқы кадрда қарапайым америкалық отбасыны көреміз. Анасы қызын велосипедке отырғызып ойнатуға жібереді. Сосын анасы матаға оралған бір қоқысты тастайды да үйге кіріп кетеді. Кішкентай қыз велосипедінде күшігімен ойнап жүреді. Ойнап болғасын ол үйіне оралады. Кейінгі кадрда Клэр атты қызбен танысамыз. Айта кетейін, бұл қыздың рөлін Джоя Кинг ойнайды. Оны біз жақында ғана обзор жасаған Слендермен фильмі арқылы тани аламыз. Сонымен қатар «Будка поцелуев» атты комедиялық мелодрамада да рөлін жақсы сомдап шыққан. Сонымен Клэр мектеп оқитын сыныптастарымен араласа алмайтын тұйық, красавчик жігітке қолы жетпей жүрген қыз. Сонымен ол күнде мектепке велосипедпен баратын. Және жол-жөнекей кәрі бірақ өте бай шалмен амандасатын. Ал көлігі бар, жағдайы жақсы сыныптастары оның үстінен күліп жерге ұра беретін. Привет, дядя Август. Я подниму газету. Спасибо, Клэр. Ал әкесі мусоршы болып жұмыс істейтін. Бұдан Клэр қатты ұялатын. Әйелі дүниеден өткеннен кейін ол өмірдің мәнін арақтың түбінен емес, мусордың түбінен іздейтін сияқты. Сонымен ол күндердің күнінде өртеніп кеткен үйдің алдынан мусорды теріп жүріп, белгісіз қобдишаны тауып алады. Біз бұндай жауыз қобдишалар туралы киноның талайын көрдік. Мәйлі, бұнысы да қызық шығар. Кейінгі кадр мектепке ауысады. Онда Клэр басты жауымен ұрысып қалады. Смешно то, что ты смегма. Что это вообще значит? Ұрыс төбелеске жалғасады. Клэр жақсылап шапалақ жеп қалады. Из чего это? Брокколи, яблоко, лимон и имбирь. Бұл Клэрдің көршісі әрі сырласы миссис Де Лука. Ол басқа да көптеген ужас киноларда ойнаған. Сонымен Клэр үйіне оралады. Ал әкесі досымен пиво ішіп отқан. Ол Клэрге сыйлық әкелген екен. Я тебе тут откопал кое-что. Я просто нашел ее в мусорном баке. На ней какие-то иероглифы. Иә, ол оған қытайша иероглифтері бар қобдиша сыйлады. Ол как раз қытай тілін оқып жүрген. Бұл тілек емес, прям тағдыр сияқты. Онда 7 тілек тілеуге болады деп жазылған екен. Желание 7. Сөйтіп ол алғашқы тілегін айтады. Я хочу, чтобы Дарси Чапман, даже не знаю, пусть просто начнет гнить. Ал ертесінде сыныптасы шынымен шірей бастайды. Сөйтіп Клэр сыныптастарымен болған жағдайды естіп қуанады. Тағы да тілек айтпақшы болады, бірақ сол арада иті өлгенін біліп қалады. Сөйтіп қобдишадағы иероглифтерді білу үшін мектептегі мұғалімінен сұрайды. Өкінішке орай мұғалім көмектесе алмайды. Ал сыныптасы оған иероглифтерді аударып бере алатын қарындасы бар екенін айтады. Моя кузина могла бы их разобрать. Древнекитайский — это ее фишка. Бірақ Клэр мән бере қоймайды. Сосын түнде ғашығының аккаунтын қарап отырады. Сосын әрине оның екінші тілегі. Я хочу, чтобы Пол Миддлбрук влюбился в меня без памяти. Келесі күні таңда қобдиша ашылып, музыка ойнай бастайды. Бұл тағы бір адам өлімі болады деген белгі еді. Келесі құрбан фильмнің басындағы шал болып шығады. Қыз оның өлімін естіп қатты қинала қоймайды. Ол шал Клэрдің анасының әкесі, яғни нағашы атасы еді. Ай, у нас нет места для всего этого дерьма. Я серьезно, ты ничего не можешь выкинуть. Сөйтіп Клэр қатты ашуланып, үшінші тілегін айтады. Я хочу, чтобы дядя Август все завещал мне. Үшінші тілек орындалып, бірден хабарлама келеді. Видимо, тебя не вычеркнули из его завещания. И что нам достанется? Все его состояние. Фильмде колдовство киносынан үлгі алынғаны байқалып қалған. Мәйлі. В общем, Клэр шалдың үйіне келеді. Енді ол байдың қызы. Үй, көлік, магазин бәріне қолы жетті. Бірақ тілек үшін тағы бір құрбан керек. Ол баяғы Клэрдің көршісі еді. Қобдишада тағы да музыка ойнай бастаған. Бұл Клэрге күдікті болып көрінеді. Бірақ мән бере қоймайды. Өйткені ол анасын сағынып жүрген еді. Как думаешь, почему она это сделала? О, милая, вот уже 5 лет я спрашиваю себя об этом каждый божий день и... Ал әкесі әйелін сағынған кезде саксофонда ойнайтын. В общем, ертесі күні Клэрдің ғашығы келіп әңгіме айтады. Бұл екінші тілектің орындалғанын білдіреді. Бірақ қобдишаның жасырын белгілері Клэрді уайымға салады.
Сколько возьмет твоя сестра за помощь в переводе? Она душу продаст за вонтоны. Вантон деген не десеңіздер, бұл біздің тілмен айтқанда түшпәра, яғни пельмен, менің де сүйікті тағамым. В общем, Клэр Қытай жігітпен кешкісін аудармашы қыздың үйіне аттанады. Олар қобдишаны алып барады. Что ж, выглядит как вариант китайского горшка желаний. Сонымен қобдишада егер оны сатсаң, тастап жіберсең, немесе жоймақшы болсаң, тілеген тілектерінің бәрі жойылады делінген екен. Сонымен қатар қобдиша 20 ғасырда жасалып Лу Мей атты әйелге тиесілі болған. 1909 жылы оба ауруының таралуына байланысты Лу Мейдің отбасын ауру жұқтырған деп тауып, барлығын қамаған екен. Онда Лу Мейден басқа барлығы өлген. Ал заттарынан тек осы қобдишасы ғана бірге болған. Лу Мей 7 күн, 7 түн бойы адамдардан кек алуға мүмкіндік тілеген. Содан кейін Ян Вайн атты жын пайда болып, қобдишаны сиқырлаған. Содан кейін Лу Мей бай және бақытты болған екен. Бірақ 12 жылдан кейін өлген. Бірақ аудармашы қыздың барлық иероглифтерді аударуға білімі жетпейді. Сондықтан қалған белгілерді кейін аударып берем деп, Клэр мен досын қайтарып жібереді. Сөйтіп Клэр үйге қайтады. Қайтып бара жатып әкесінің мусордың арасында жүргенін көріп қалады. Бұл кезде оларда үлкен үй, ақша, көліктер де бар еді. В общем, Клэрде 4-ші тілек пайда болады. Я хочу, чтобы мой отец просто... Чтобы мне больше не было за него стыдно. Клэрдің әкесі бірден өзгеріп шыға келеді. Өзінің сүйікті ісімен айналыса бастайды. Бұл уақытта тағы да музыка ойнай бастайды. Ендігі кезек аудармашы қызға келді. Келесі күні Минхо қарындасының өлігін тауып алады. Ол бірден Клэрге барады. Аудармашы өлімінен алдын қалған белгілерді аударып үлгерген екен. Там сказано, когда музыка затихнет, свершится расплата кровью. Оған Клэр былай жауап береді. Господи, я даже не знаю. Клэр уже тілектерінің тұтқыны болып қалған еді. Ол тағы да тілегін айта бастайды. Я хочу, чтобы я была самой популярной девочкой в школе. Ол бірден мерекелік кештерінің көркіне айналады. Тіпті түн ішінде оны аңдушылар көбейіп фотоға түсіріп алады. Ол ешқандай күдік туғызбас үшін қобдишаны тығып қояды. Ертесі күні құрбыларына тілектері жайлы айтып береді, бірақ олар сенбейді. Я думаю, что ты эгоистичная, напыщенная тварюга. Кешкісін ол қобдишаны тастап жібермек болады, бірақ қимайды. Сөйтіп түнгі мерекелік кеште Клэрді аңдыған өзінің ғашығы екенін біліп қояды. Сөйтіп онымен арана ашық қылады. Әлі 5-ші тілектің құрбаны өлген жоқ, сондықтан музыка тағы да ойнай бастайды. Құрбан болуға 2 таңдау бар. Бірі лифт ішіндегі құрбысы болса, екіншісі көлігі бұзылып жөндеп жатқан әкесі. Клэрдің 2 ғана тілегі қалды, ал Минхо оқиғалар орын алып жатқанда қобдишаның тарихын әбден іздеп үлгерген екен. Шкатулка появилась снова в Кливленде у человека по имени Лоуренс Харт. Қобдишаны Клэрдің әкесі сол Джерри О'Коннеллдың есік алдынан тауып алған еді. Алайда оған иелік еткендердің бәрі 7-ші тілектен кейін өлген. Сосын олар қобдишаны жоймақшы болады, бірақ ол отта жанбайды, куалды сындыра алмайды. В общем, мүлдем жойылмайды. Сондықтан Клэр оны қайта тығып қояды. Сосын түнде оған шақырылмаған қонақ келеді. Пожалуйста, я прошу, уходи. Я люблю тебя, Клэр. Уайымдамаңыздар, жігіт тірі қалады. Ал азанда қобдиша жоғалып кеткенін көреміз. Қобдиша жоғалғандықтан Клэрдің барлық тілегі, танымалдығы бірден жоққа шығып, әкесі қайта мусорщикке айналады. Бірақ Клэр қобдишаны кім алғанын біліп қояды. Бұл өзінің құрбысы еді. Сөйтіп құрбысымен қобдишаға таласып жатып, баспалдықтан итеріп жібереді. Ол тілектері үшін бәріне дайын еді. Ты должна ее Не выбросить. понимаешь, я еще не готова. А как же то, о чем мы Я говорили? больше не буду ничего желать. И все будет нормально, я не буду желать. Ол қатты қиналып үйіне қайтады. Мұңды кезде шешім қабылдама дегенді ұмытып, 6-шы тілегін айта салады. Я хочу, чтобы моя мама не покончила с собой. Тілек сол сәтте-ақ орындалады. Анасы тірі, онымен қоса Клэрдің 2 інісі де пайда болған. Барлығы жақсы болып көрінеді, бірақ аяқ асты Клэр анасының суреттеріне қарайды. Арасынан жаңағы қобдишаның суретін көріп қалады. Фильмнің басында анасы тастаған қоқыс осы болып шықты. Сонымен қобдиша тағы музыка ойнай бастайды. Бұл кезде әкесі сыртта ағаш кесіп жатқан еді.
Бәрін тоқтату керек. Клэр соңғы тілегін тілеу үшін бөлмесіне жүгіреді. Ол барлығы артқа, әкесі қобдишаны тауып алған күнге оралуын тілейді. Ол бірден артқа оралады. Барлығы тірі, әкесі, иті және басқаларда. Клэр әкесімен мусор жинауға шығады. Қобдишаны одан алдын тауып алып, сыныптасына береді. Оны ешкім білмейтін жерге тастап жіберу үшін. Сосын оның ерінен сүйеді де кетіп қалады. Бірақ мен күтпеген жағдай, қыз өлді. Ал сыныптасы Минхо қобдишаны тастамақ болып тұр, бірақ ішінде не бар екен деп қарайды. Оның күдікті жымиғанынан тағы бір жамандықтың орын алары сөзсіз.